Жамбыл облысы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының Абайдың 175 жылдығына арналған өлең оқу челленджін Қаратау құрылыс техникалық колледжі қабылдап алды. Язык любви, язык без слов, лишь чувство, ощущение зов, мгновенный взгляд или улыбка, его основа из основ. Когда-то с этим языком я был до тонкости знаком, но для меня его значение, увы, давно уж под замком. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Кәмшат бөрік ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріп пе мұндай түрін. Аласаз қара көзі айнадайын, жүрекке ыстық тиіп салған сайын. Үлбіреген ақ етті ашық жүзді, тіс әдемі көріп пе қыздың жайын. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахаты қайда екенін білмей, бірін-бірін андып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор қылып өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірін бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық салмақ, көз сүзіп тіленіп, адам салмақ, өнерсіз иттінсі. Әуелі өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсан, қара жерде береді, құр тастамайды. Огнем и пламенем рожден, блистает молнией рогит. Там, где дождем прольется он, земля цветением удивит. Кто попадется под удар, тот явно счастьем не любил. Блистание слова — сильный дар, не шутят знающие с ним. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінен айырылғандар өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орны қалмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздың, иманын түгелдеуге аузың бармас. Көзімнің